Нұржан Таласұлының әңгімесі әулие босаға. Ауылдан шеткеректе орналасқан жұпынылау үйде қара шаңырақтың түтінін түтетіп, әкеден қалған жалғыз ұл тұрып жатты. Нағашыбай ақсақал ұлына Құралар ма екенбіз деп ырымдап, Құрал деп есім қойған. Құрал 3 жасқа келгенде әкесі мен шешесі арасын суытпай, тағдырдың жазуымен бірінің артынан бірі бақилық болды. Жетім қалған баланың туыстарынан қарайласар ешкім болмаған соң, панасыз қалған сәбиді көрші үйдегі несібелі әже бауырына басып, жетімекті жебейіп жүретін. Құрал 9 жасқа келгенде қасіретіне орай несібелі әже де мәңгілік мекеніне аттанды. Жастайынан еңбекке араласып, балалықтың бал күндерін сезіне алмаған Құралдың боз бала шағы дүниежүзілік Отан соғысы жылдарына тура келді. Қауқары бар еркек кіндіктер соғысқа аттанып, ауылда қалған әйелдер мен балалар майданға азық түлік, оқ дәрі жіберіп отыру үшін күндіз түні еңбек ететін. Құралда бала күшін отанның қажетіне жұмсады. Соғыс аяқталып, ел еңсесін көтеріп, советтік жүйе халықтың тұрмыс жағдайын түзеуге күш салып жатқанда, Құрал 14 жаста еді. Нағашыбай ақсақалдың ауылынан қанаттанып, түлеп ұшқан Зинеш есімді келіншек тірегіне айналған тұғырына қайта оралып, жаңадан қоныстанған шақ еді. Тағдырдың жазуымен ризығы өзге жерден бұйырып, аласапыран, сұрапыл жылдары Нағашыбай ақсақалдан көз жазып қалып еді. Қайта оралғанда қамқорын жолықтыра алмады. Асылдан қалған тұяқ еді деп, Құрал дегенде ішкен асын жерге қоятын, реті келгенде қарайласып жүретін. Күнде таңертең тіршілігіне кірісер алдын шаңыраққа соғып, босағасын сүйіп, әулиенің шаңырағы деп кететін әдеті бар. Құрал болса, бұл келіншектің әдеттегіден тыс әрекетін түсінбейтін. Бір күні босағадан қарсы алып, ерекше ілтипатының сырын білгісі келіп сөзге тартады. Сонда Зинеш, ес білмей, әке шешемді жоғалттым. Шежіремнен жаңылыстым. Тегімді көз көргендерден сұрастырып танып жүрмін. Бұл босағаның әулие босағасы болатындай нендей сыры бар еді? Зинеш апа деп кері бұрыла бергенде Құрал сұрақ қойды. Зинеш Құралға жақындап келіп бауырына қысты да маңдайынан иіскеді. Демін ішке тартып күрсініп алды да сәл үнсіздіктен кейін үйге кірейік деп киізбен қапталған ауыр есікті сырқырата ашып ішке енді. Ортадағы күңгірт бөлмеде тұрған кереуеттің үстіне бірге жайғасты. Бұл ауыр кезеңді еске түсіру маған да қиын. 1931-33 жылдар тарихымыздың қасіретті, ақтаңдақ жылдары. Байлардың малын кәмпескелеп, өздерін ит жеккенге айдап жатқан уақыт болатын. Ел таңдайға басар нәр таппай, жаппай аштықтан қырылып жатты. Әкеден 9 ағайынды едік. Әкем тұтқындалып кеткеннен кейін балапан басына, тұрымтай тұсына жан сауғалап кеттік. Алладан бұйрық келмеген соң шықпаған жан шықпайды екен. Бауырларым аштықтан өліп, жалғыз өзім қалғанымды білгеннен кейін әкемнің жасырған алтын күмістерін қойын қонышыма тығып, басым ауған жаққа қарай кете бердім. Жол жөнекей қымбат бұйымдарымды бір кесе бидайға айырбастауға қанша талпынғаныммен ешкім бір тілім нанды асыл тастарға айырбастамады. Алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген мәтел осы заманның зарлы үні болатын. Қанша жол жүргенім есімде жоқ. Біраздан кейін түтінді ауылдың қарасы көрінді. Нағашыбай ақсақал менің келе жатқанымды алыстан бақылап тұрыпты.
тіземе соғылып келе жатқан бейнемді көріп, япырай, мына бала құлап қалмаса игі, аман босағадан аттаса жарар еді деп дегбірі қалмапты. Себебі аштықтан бұратылған адам құласа, қайта орнынан тұра алмай сол жерде үзіледі екен. Абырой болғанда Нағашыбай ақсақалдың босағасына келіп құладым. Есім креслі шығасылы. Аштықтан қалжырағаным соншалықты, аузыма тамызған ұнның сорпасын жұтуға дәрменім жоқты. Сенің әкең заманы тарылса да, пейілі тарылмаған, көңілі дархан, қолындағысын өзгелермен бөлісіп отыратын тым жомарт жан еді ғой жарықтық, деп қасында отырған Құралдың шашынан сипап, басын кеудесіне қысты да, көзінің жасын көрсетпей, сығып алды. Нағашыбай ақсақал екі аяғымен қысып отырып, сорпасын тамызып, азықтандырған соң, бірнеше күннен кейін бойыма қуат келе бастады. Осылайша, сенің әкең мені өлімнен құтқарып, қатарға қосты. Солақай саясат талайлардың соры болды десеңші. Әңгімені жүзін төмен салып тыңдап отырған Құрал, ел аштықтан қырылып жатқанда, әкем қоректі қайдан алды деп, назарын Зейнешке бұрды. Нағашыбай ақсақал шағын алқапқа бидай егіп, оны диірменге салып ұн жасайтын. Соны талға жау ететін. Күндер өтіп әлденіп алған соң, ішкен жегенімді адалдағым келіп Нағашыбай ақсақалға, бидайды баптап, диірменді мен тартайын дедім. Қой қызым, еңбегімді пұлдап не көрініпті маған? Қыз балаға қара жұмыс, нәзіктігіне жараса қоймас деген әкеңнің қарсылығына қарамастан, кекпенмен шалғы ұстап, қызметке кірістім. Нағашыбай ақсақалды әулие деуімнің тағы бір себебі бар. Бір күні сенің шешең, қанша дегенмен зат әйел ғой, менімен келген алтын күмістерге қызықты, алғысы келді. Сонда жарықтық, бұл қыздың бойындағы бір затқа тиісуші болма, ризығымның берекесін кетіресің. Бұл заттар халыққа азық бола алғаны жоқ. Боздақтардың ажалына араша түсе алмады. Талайлар жастанып жатып жиған алтынның дүниенің қадірсіз екенін Құдай тағала көрсетті емес па? Қанша жолдардан өтіп, опа бермеген алтындар саған пайда келтіруші ме еді деп кейіс білдіріп жатқанын естігенмін. Құралжан, негізі ауыр күндер қуатты, жақсы адамдарды өмірге әкеледі. Ал тоқтық, жалқау, өзімшіл адамдарды шығарады. Сенің әкеңді сол соқпақты күндер шыңдаған. Үлкендерден естуші едік. Аштықтан емес, тоқтықтан есірген жаман болады деп. Қазір шүкіршілік, ел етек жеңін жинап келеді. Мен сол келешек ұрпақтың келбетінен қорқамын деп терең тыныстады. Осылайша, осы үйдің бір баласына айналдым. Әкеңе осы ауылдың және көрші ауылдардан адамдар келіп жататын. Сөйтсе, маған көзі түсіп, айттыра келіп жүргендер екен. Араларындағы әңгімені емес құлағым шалып қалатын. Әдеттегідей айттыра келгендердің біріне, бұл қыздың тағдыры менің қолымда емес. Бар болғаны қолымнан келген қайырымды жасадым. Бір күні әкесі, не шешесі, туыстарынан бірі табыла қалып, келгендей болса, қыздарыңды ұзатып жібердім деп қалай айтпақпын? Жоқ, олай болмайды. Өзгенің тағдырына билік жасауға мені мәжбүрлемеңдер деп айтып жатқанын құлағым шалып қалды. Бір күні ретін тауып, әкеңнің көңілін бағып, қасына келіп, пейіліңізге жылынып, жаныңыздан пана таптым. Қамқорлығыңыз соншалықты әкемдей көрдім. Жетімнің де жетілгені болар. Егерде назарыңыз ауған, теңіме теңелетін жігіт табылып жатса, батаңызды беріңіз. Менде өзіңізден бөтен жанашырда, жақынымда қалмаған дедім. Құралға бұл кезде Зейнеш туған адамындай болып кетіп еді. Еркінсіп, Зейнештің сөзін бөлді де, бұл ауылдан неге көштіңіз деді. Әруағыңнан айналайын. Әкең ниетімді бірден түсініп,
Көп ұзамай текті жігіттің қанжығасына байлап, некемен жұптап, осы құтты шаңырақтан ұзатты. Жат жұрттық, жат жерге кете бардым. Сол кезден бері бұл босаға мен үшін қасиетті, киелі деп әулие босағаның сырын баяндап берді.